Зағип жігіттің махаббаты. Ол екеуі жұлдызы жарасқан жұп еді. Көркіне көз тоймайтын сұлу келіншекпен келісті жігіт. Сырт қараған жандардың қызығу мен қызығушын қатар өтетіндей жарасымды тауып тұратын. Бақыттың балшырында батқан жұбайлар күндердің ерекше көңіл өткізетін. Бірде екеуі сапармен алысқа кететін болады. Осынау қос ғашық үшін бұл сапардың сағынышы махаббаттарын тереңдетпесе, өзге кесірін тигізе қоймайтынына екеуі де сенетін. Сүйіктісін шығарып салып, үйде қалған келіншек сағынышты күндерін өткізе берді. Ол осы күндерде әлдебір тері ауруына душар болады. Жас келіншектің сырқатына ем қонбайды. Бір күні таңертең ол ояна сала айнаға қарап шошып кетті. Сұлу жамалынан көлеңкеде қалмаған. Қорқынышты болып бұзылып кеткен ақша жүзі оны қайғы теңізде батырды. Бұл сырқаттың күйеуінен жасырып жүретін. Күндер өте келе оны қайтып келер сәті де жақындай түсті. Ал мына бейнесін көрсе, қандай көңіл күйде болады ол. Осыны ойлаған сайын оның қасіретті асқына берді. Айна алдына баруға жүрексініп күндерін өксумен өткізді. Осынау азапты күндерде ол хабарламалады. Іс сапармен кеткен күйеуі жол апатынан қос жанарынан айырылыпты. Бір айналдырған, шыр айналдырған қасіретті тағдыр осы да. Бірақ олар бұрынғыдай бақытты күндерін жалғастыра берді. Жас келіншектің бүлініп кеткен жамалын күйеуі көрмеді. Күйеуі қайда барса да келіншегі оны жетелеп жүретін еді. Бұрынғы қызға қарайтын жұрт оларды мүсіркейтін болды. Жарасымды жұбайлардың келісті бейнесі ертегіге айналып қала берді. Бірақ сонда да олардың бақытына сәт түскен жоқ. Әйелі қайтыс болғанға дейін жарасымын бұзбады. Сүйікті жарын жерлеу кезінде өмірдегі ең сұлу асылын жоғалтқан адам қабір басында үнсіз ұзақ отырды да орнынан тұрып қайтуға ыңғайланды. Қос жанары тас қараңғы зағипты достар келіп сүйей беріп еді. Ол жақындарының қолын қысып ұстап, мен соқыр емеспін. Оның ауруға шалдыққанынан, шетелде жүріп-ақ естігенін, өз бейнесінен азаптанбасын, махаббатымызға сызат түспесе екен деп өтірік соқыр болып өмір сүріп келдім. Мен оны шексіз сүйемін деді де бұрылып жүре берді. Қабір басындағы адамдар осынау махаббат жолында жалғыз қайтып бара жатқан адамға қарап, көздеріне тағы бір мәрте жас алды.